ыстық. Бұрынғы өткен заманда бір жігіт аңға шығып құс салып жүрсе, бір тасқа қонып отырған бір көк құсты көреді. Құстың қасына жақындап барса, ұшпайды. Бұл не қылған құс деп ұстап алып қараса, қанат құйрығы жұлынып, жұдырықтай болып қалған екен. Көк құстың мұндай ахуалда болғандығына рақымы келіп, жігіт құсты үйіне алып келіп атасына көрсетіпті. Атасы құсқа қарап отырыпты да: «Балам, бұл құсты 15 күн бақ, сонан соң тілеген жағына ұшырып жібер» депті. Жігіт атасының айтқанын істеп, құсты 15 күн бақты. Құсқа жаңадан қанат құйрық шықты. Тілеген жағыңа ұшып кете бер дейді жігіт. Басыңа қандай болса да бір қиыншылық туса, мені тауып ал, мен пәлендей жерде тұрамын дейді көк құс. Жақсы, керек уақытта тауып аламын деп қалды жігіт. Қос жігіт деп пыр етіп көк құс ұшып кетті. Күндерден күн өткенде жігіттің атасы да, қатыны да өледі. Малдан, бақтан айырылды. Киюге көйлек те, ішуге тамақ та таппады. Сондықтан ол баяғы көк құсты іздеуге мәжбүр болып жолға шықты. Түн қатып, түсі қашып, бірнеше күн жол жүріп, бір жерге жеткенде алдынан бір адам шықты. «Қайда бара жатырсың?» деп сұрады ол адам жолаушыдан. «Көк құс деген досым бар еді, соны іздеп бара жатырмын. Оның ауылын білмейсің бе?» деп сұрады жолаушы. «Оны не қыласың? Ауылы ұзақ емес. Малдан бақтан айырылдым. Ол досым еді, сонан көмек сұрайын деп бара жатырмын. Олай болса, кішкене көк сандығы бар, оны үлкен бір сандыққа салып қояды. Соны сұра, соны алсаң бақытты да, бай да боласың». «Жақсы, жора» деп жолаушы жолға түсті. Ертеңіне көк құс досыныкіне келді. Көк құс іздеп келген досын әбден сыйлады, киіндірді, тойындырды. Бір күні болғанда ол қайтатұғын болды. «Алыс жерден арып талып келген екенсің. Не бұйымтайың бар досым?» дейді көк құс. «Мал да, жан да сұрамаймын. Тек қана үлкен сандығыңның ішінде кішкене көк сандығыңды сұраймын» дейді жолаушы. «Менің көк сандығымның барын қайдан білдің? Біреу айтты ма?» «Жоқ, ешкім айтқан жоқ, өзім білдім. Қимас досым едің, берейін. Бірақ сандықты үйіңе бармай ашпа» деп сандықты береді. «Жақсы» деп көк сандықты қолтығына қысып жолаушы еліне қайтты. Жолаушы бірнеше күн жол жүргеннен кейін «Бұл сандықта не бар екен? Ашып көрейін» деп сандықты ашып еді. Ішінен пыр етіп екі кептер ұшып кетті. Жолаушы ізінен қуып, біреуін ұстап, енді біреуін ұстайын дегенде бір көкжал арлан бөрі келіп кептерді жейтін болды. Сонда жолаушы бөреге жалынып: «Досымнан сұрап алып келе жатыр едім. Кептерімді жемей өзіме қайтарып беріңіз» дейді. «Кептеріңді жемесем, бір жылдан кейін өзіңді жеймін» дейді бөрі айбарланып, шабынып тұрып. «Өзімді жесең же, досымнан алған кептерімді жеме, қайырып бер» дейді жолаушы. «Жақсы, уәдеңде тұр» дейді де бөрі жөніне кетті. Жолаушы кептерді сандыққа салып алып, бірнеше күн жол жүріп, арып талып болдырып үйіне келді. Сандықты ашты. Екі кептер екі жаққа ұшып үйдің есігіне қонды. Біразырақтан кейін үйдің ішінде бәрі дайын болып кетті. Сонан бастап жаңағы адам бай бола бастады.
Күндерден күн өтті, баяғы бөрінің келіп жейтұғын уақыты жетті. Бүгін келіп жейді ғой деп жаңағы адам қорқып жатқанда біреу келіп құлағынан көтеріп аспанға алып ұшты. Біразырақтан соң тарс етіп мылтықтың даусы естілді. Жаңағы адам қорыққанынан сөйлей алмай тілі күрмеліп қалды. Бір уақытта есін жиып өзіне келді. Қараса қасында баяғы көк құс отыр екен. Досым бола тұрып, мені неге бұнша қорқыттың дейді жігіт көк құсқа. Жоқ, қорқытпадым, досым, достық істедім. Сені жейтұғын көкжал бөрі менің ағам еді. Ол баяғыда менің қанат құйрығымды жұлып, өлсін деп елсіз құла түзге тастап кетіп еді. Сен мені тауып алып, 15 күн бағып, күшіме келтіріп, қанат құйрығымды жетілдірдің, достық еттің. Мен де саған достық етіп, сандығымды беріп едім. Бірақ Әзәзіл ағам арамызға қыстырылып, сені жейтін болғанын білдім. Сондықтан сені жегізбей алып қаштым. Бағанағы мылтық атқан мен едім. Онда сені жейтұғын ағамды аттым. Сендей досым үшін ағамды өлтірдім дейді көк құс.